Ел бюджетіне былтыр 336 миллиард теңге кем түскен. Бұл туралы бүгін мәжілісте үкімет пен жоғары аудиторлық палатаның есебі тыңдалған кезде мәлім болды. Қаржы министрінің айтуынша, кірістің жоспардан төмен болуы сыртқы экономикалық факторларға байланысты. Соған қарамастан бюджетке түскен салық көлемі артқан. Былтырмен салыстырғанда салық түсімдері 2,2 триллион теңгеге немесе 17,5%-ға көбейген. Алайда аудиторлар бюджет тапшылығы әлі де өзекті екенін айтады. Орташа айлық жалақы 442 мың теңге деңгейінде қалыптасса, жұмыссыздық деңгейі жыл бойы сақтала отырып 4,6%-ды құрады. Республикалық бюджеттің кірістері жоспардан 99%-ға орындалып, 21,4 триллион теңгені құрады. Оның ішінде республикалық бюджеттің меншікті кірістері трансфертті есептемегенде 17,5%-ға өсіп, 15,3 триллион теңгеге жетті. Жалпы жоспар 336 миллиард теңге орындалмады. Бюджет тапшылық мәселесі де әлде маңызды. Оны қысқарту бойынша жоспарлар қабылданған. Алайда жоғары аудиторлық палатаның бағалауынша, олардың орта мерзімді перспективада іске асырылуы екі талай.